Так, мен затым қайқа қойдым. Так, мына затты қайқа қойдыңыз? Болды қойшы. Хей, баршалықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик KZ. Достар, біз бүгін Майнкрафтта кәдімгідей шай ішетін столды жасап көрсетемін. Оның түрі бар. Мысалға, қараңыздар. Мынандай түрі бар, міне қараңыздар. Шай ішуге арналған стол. Мұның мынандай да түрі бар. Так, мынаны көрсейін. Ой. Жоғынан қойылмайтын сияқты. Так, достар, бұған қойылмайды екен. Жарайды, біз бұл бірінші стол соқтық, екінші столды көрсетеміз. Екінші стол бізде осындай стол. Жаңа қоя салайын. Ал келесі біздегі үшінші стол. Столдың әртүрлі бар. Мынандай қоясыздар ма, мынаның жүнін да басқаша қағасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Келесі стол бізде Келесі стол бізде осындай стол. Шай ішуге арналған, және де отыруға. Қараңыздар, үстіне бүйтіп төсеп қойсақ, міне шай ішуге арналған стол. Келесі бізде стол, мынандай стол да бар. Қазір былайынан көрсетейін. Осылай істейміз. Осылай істейміз, және де қасына осылай орындықтар қойсақ болады. Міне отырып, бұның орнына қалғанын істеуге болады. Мысалы, бүйтіп қоя салайын десем, бірақ болмай қалады. Сол үшін осылай істеуге болады. Үлкейтуге де болады үстін. Достар, осындай, короче, бізде столдар бар. Мынандай да стол бар. Мынаны қоямыз, үстіне мына осылай да стол бар. Міне біз сіздерге столдың 5 түрін көрсеттік. 6-шы түрі, короче. Міне достар, қараңыздар, мынаның үстіне бүйтіп зат қойса да болады. Осылай заттар қойып, кәдімгідей шай ішсе болады. Ал ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар, артық келіп лайк басып кетіңіздер. Пау!